Сәлеметсіздер ме? 4-ші лекция циклдар while және for. Циклдарға қолданатын командамен үйренесіздер. Текст оқып тұрған курстың әзірлеушісі Нұркен Спашев. Модуль 2. Python бағдарламау тілінің таңдау операторлары. Саламатсыздар ма? 4-ші видеолекция циклдар. Көптеген алгоритмдерде белгілі бір әрекеттер тізбегі бірнеше рет қайталап орындалып отырады. Математикада есеп шығару кезінде бір теңдеуді пайдаланып, ондағы айнымалының мәнін өзгеруіне байланысты оны бірнеше рет қайталап есептеуге тура келеді. Осындай есептеу процесі бөліктерінің талап орындауын цикл деп атайды. Ал қайталанатын бөлігі бар алгоритмдер тобы циклдік алгоритмдерге жатады. Циклдік алгоритмдерді пайдалану олардан кейін программаларда циклдік командаларды түрінде қолданып, қысқартып жазуға мүмкіндік береді. Pythonда циклдардың екі түрі бар: while және for. While циклі код блогының орындалуын ұйымдастыруға мүмкіндік береді. While циклындағы код орындалады егер циклдағы шарт орындалса. While циклында шарт тексеріледі. Егер ақиқат болса, яғни true болса, цикл орындала береді. Шарт жалған болғанда ғана цикл тоқтайды. Мысалы, while шарт қосынүкте циклдің денесі x тең x қосылған 1. Осындай бізде блок схема берілген, оны біз іске асырайық. Алдымен біз спамға 0-ді береміз. Және де цикл құрастырамыз. While'дан кейін шарт жазылады. Спам кіші 5-тен. Осы шарт тексеріледі 5 рет бізде. Және де осы шарт қанағаттандырылған кезде бізде циклдің денесіне өтеді. Print hello world шығады. Одан кейін спам қосылған 1 болады. Спамның орнында бізде 0 тұрған еді, оған 1-ді қосып, оны меншіктейді спамға. Спам 1 болады. While'ғын циклға барады. Циклда шарт тағы да тексеріледі. 1 мен 5-ті тексереді. 1 5-тен кіші hello world шығады. Спам қайттан түсіп 1-ге 1 қосылып 2 болады. 2 мен 5 тексеріледі. Тағы да hello world шығады. Цикл осылайша бізде 5 рет орындалады. While циклі шарт true болғанда орындала береді. Ал егер белгілі бір мөлшерде код блогын орындағыңыз келсе, онда for циклін қолданған жөн болады. For I in range 100 қосынүкте астында циклдің денесі жазылады. For кілттік сөз, I ретінде бізде кез келген элемент мән сөз болуы мүмкін. In кілттік сөз, range қолданылатын функция, range'тің ішінде неше рет қайталанатын жазылады. Циклдағы break және consume командаларын қолдануға болады. Break командасы атына сай циклді тоқтатады, немесе циклдан шығады. Consume командасы циклдің аяқталғанын күтпей циклдің басына жібереді. Циклдар бізде әрқашан 0-дан бастап жүреді. Бізде осындай блок схема берілген. Хабарлама шығады, цикліміз 5 рет жүріп, бір хабарламаны шығарып және тоқтайды. Print мысалы ретінде бізде менің атым деген хабарламаны шығарсын. Және де цикл құрастырайық. For кілттік сөзі I in range. In және range, in кілттік сөз, range деген функция. Бізде 5, range функциясы 5-ті қабылдады. Ол деген цикліміз 5 рет жүреді, білдіреді. Print I. Асел деген есім бізде 5 рет шығады. Бізде циклдағы индекстер 0-дан бастап жүреді. Сондықтан бізде range 5 болғанымен, бізге ол 5-ші элемент индекс ретінде кірмейді. Өздеріңіз байқағандай асел 0, асел 1, асел 2, асел 3, асел 4. Жандағы шығып тұрған сандар ол индекстер. 5 кірген жоқ, бірақ 5 рет орындалды. Мысал есептер. Whileға n бүтін сан берілді, n санынан аспайтын бүтін санның барлық квадратын өсу тәртібімен шығару керек. n-ді енгізейік. n тең int input. Біз input арқылы енгізген мәнді, жолды in функциясы арқылы санға ауыстырдық. X тең 1, I тең 1. While I-дың дәрежесі, I-дың квадраты кіші немесе тең n-нан болса, енгізген мәннен, X тең I жұлдызша 2. Бұл деген X тең I-дың квадраты, print X. I плюс тең 1. Плюс тең деген ол I тең I плюс 1 мен 1-де. Файлды сақтайық. N-ға біз 25-ті берейік. 1, 4, 9, 16, 25. 25-ке дейінгі барлық элементтердің квадратын есептедік. Ал енді келесі 100-ді берейік. 100-ге дейінгі барлық сандардың квадратын есептедік. Осылайша біз қысқа ғана циклмен квадраттарын есептейтін есеп жаздық. Циклдағы қолдана отырып Fibonacci сериясының n-ші сандарын есептеу қажет.
фиб 1 тең 1, фиб 2 тең 1. Себебі Фибоначчи тізбегіндегі бірінші және екінші сандар ол бірге тең. N-ді енгіземіз, N тең int input. I бізде 2-ден басталды, себебі бізде бірінші және екінші элементтер бар. Ол деген 0 және бірінші индексте тұрады. Циклымыз құрастырдық, while I бізде кіші болған кезде N-нен қос нүкте фиб самды есептейміз. Фибоначчи есептейміз. Ол деген фиб 2 қосылған фиб 1. Алдыңғы екі элементтердің қосындысы. Фиб 1 тең фиб 2. Фиб 2 тең фиб сам. Бұлай жазу біздің элементтерді орынмен ауыстырып отырық деген сөз. I плюс тең 1. Print фиб сам. Осылайша біз Фибоначчидің n-ші элементін есептеудің формуласын жасадық. Файлды сақтайық. N-ға бір сан берейік. 8, 21. 1-ге 1-дің қосындысы 2, 2 мен 1-дің қосындысы 3, 3 пен 2-дің қосындысы 5, 5 пен 3-дің қосындысы 8, 8 пен 5-дің қосындысы 13, 13 пен 8-дің қосындысы 21. Осылайша біз 8-ші элементті анықтадық. Келесі бізде forға есептер, for циклын есептер, n санының факториалын есептеу керек. Факториал тең 1. N тең int input. Факториал бізде әрқашан 1-ден басталады. 0-дан басталса, онда біздің факториалымыз 0 болып кететін еді. For I in range 1-ден бастап n плюс 1-ге дейін. Циклымызда бізде 1-ден басталу керек, себебі 0-ші индекс емес, бізде 1-ден болады, өйткені факториалымыз 1 болып тұр. Факториал тең факториал көбейтілген I. Print факториал. Файлды сақтайық. N-ді енгізейік. 5, 120 болады. 1, 2, 3, 4, 5. 20, 60, 120. Осылайша біз факториалды есептедік. Факториал ол бүкіл элементтердің көбейтіндісі. N-ға дейінгі бүкіл элементтердің көбейтіндісі. N санның суммасын есептеу қажет. N тең input, int input. I тең 1. Сумма тең 0. Басында сумма бізде 0 болады. Цикл құрастырамыз. I тең in range n плюс 1. n плюс 1 деп жазудың себебі бізде I 1-ден басталып тұр. Сам тең сам қосу тең I. Ол деген сам тең сам қосу I-ға тең. Басында бізде сам 0 болады. Цикл бізде 1-де болған кезде самға 1 қосылады. Цикл 2 болған кезде 1-ге 2 қосылады. Осылайша n-ға дейін саны қосылады. n плюс 1 деп жазудың себебі бізге n-ші сан да осы циклға кіру қажет. n-ға 8-ді берген кезде бізде 36 шықты. Осымен біз бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.